Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдармандар, біздің арнамыздың оқырмандары. Бүгін біз өзіміздің келесі сұхбатымызды адал астың артықшылығы тақырыбына арнап отырмыз. Бүгінгі қоғамда әрбір азамат өзінің ішкен жегеніне, жүрген тұрысына, адал мен арамды ажырата білуге аса мән беріп жүргендігі жасырын емес. Бүгінгі таңда адал асқа қоғамда сұраныстың артып жатқандығы да көпшілігімізге мәлім. Осы және өзге де өзекті мәселелерді талқылау үшін студиямызға арнайы қонағымызды шақырып отырмыз. Ендеше таныс болыңыздар. Айбек Асқарбекұлы ағамыз, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының халал даму орталығының директоры. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Аға, жалпы өзіңіз білесіз, аңдатпамызда айтып та өттік. Бүгінгі таңда қоғамда адал асқа деген сұраныстың артып жатқандығы жасырын емес. Әрбір ішкен жеген дүниелерімізге, тіпті мынау дәмхана, мейрамханалардың да ас мәзірлеріне қоғам қазір қатты талап қойып жатқандығы да өзіміз куә болып жатырмыз. Жалпы бүгінгі ұғымымызды, тақырыбымызды ашықтап кетейікші. Адал дегеніміз не, арам дегеніміз де. Енді араб тілінде халал, харам деп жатамыз. Осы мәселелерге, ұғымдарға бір түсініктеме беріп өтсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті көрермендер, қадірлі тыңдармандар, жалпы сұрағыңыз түсінікті. Енді бұл сұрақтың төңірегінде айтатын болсақ, өзіңіз жаңа айтып өткендей, адал, арам бұл біздің тілімізге Құран тілінен, араб тілінен енген кірме сөздер. Түп негізі халал және харам. Халал дегеніміз Алла тағаланың жаңағы рұқсат еткен ішіп жеуге, тұтынуға, пайдалануға, киюге, яғни харам дегеніміз осының антонимі, қарама қайшысы. Харам дегеніміз бұл Алла тағаланың қасиетті Құран кәрімде жаңағы көрсетіп қойғандар. Мысалы, жаңағы өлексе мал, қан, жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерімен бекітілген, яғни шариғаттың шартында көрсетілген харам нәрселер, бұлар өте аз негізі. Харам нәрсе өте аз, ал соның керісінше халал нәрсе өте көп. Біз мұсылмандар мүмкіндігінше халал астан тұтынғанымыз абзал. Енді тек қана мұсылмандар емес, жалпы халал асқа бүгінгі күнде әлем бойынша тұтынушылары көптеп артуда деп айта аламыз. Неге десеңіз, халал дегеніміз бұл тек қана бір жаңағы шариғаттың қойған мәселесі деп қарамай, бұған бүгінгі күнде тексерілген, жаңағы белгілі бір сапа жүйесі қалыптасқан, белгілі бір өзінің бренді қалыптасқан, бір адамға арқау болатын ас ретінде, адамға арқау болатын дүние ретінде қазір осындай көзқарас, Құдайға шүкір, қалыптасып келе жатыр. Сондықтан біз халалдан тұтынғанымыз абзал. Енді халал дегенде, адал дегенде тек қана ішіп жеуді елестетпеуіміз керек өзімізге. Халал дегенге өкінішке орай қазір енді мынау қоғамда бізде ет немесе сүт немесе жаңағы ішіп жеудің, шұжықтың айналасында ғана тар түсінік қалыптасқан. Халал дегеніміз олай емес. Халал дегеніміз әрбір мұсылманның күнделікті өмір сүру салтына айналу керек. Ол дегеніміз қоғаммен қарым-қатынасымыз, мұсылмандармен мәмілеміз, күнделікті жаңағы ішіп жеміміз, киген киіміміз, жүрген жүріс тұрысымыз, осының барлығы адалынан, дұрысынан болса, бұл яғни халал индустриясының, халал ұғымның, халал саласының қамтитын үлкен бір қоғамның жүйесі бұл. Біздің бабаларымызда, атамыз қазақ ауру астан, дау қарындастан деп бекер айтқан жоқ. Астың адалдығы, бастың амандығы екеуін бабамыз бірге сұраған. Бұл жерде бастың амандығы мен астың адалдығы бірге жүреді. Енді жаңағы жоғарыда айттық, дау қарындастан, ауру астан дедік. Бізге мынау келетін жаңа Құдайдың сынағы ғой, енді денсаулығымызға байланысты басқа бір сырқатымыз, аурудың барлығы бұл осы астан келеді екен. Яғни дұрыс тамақтанбаудан. Немесе артық тамақтанамыз, немесе кем тамақтанамыз, немесе жаңағы бір нәрсені күнде жей береміз деген сияқты осындай нәрселерге біз абай болуымыз керек екен. Және бұл адалымыз, халалымыз біздің әрбір мұсылманның мынау күнделікті біздің Алла тағаладан сұрайтын, жалғыз жалбарынып сұрайтын дұғамыз бар. Осы дұғаның қабыл болуына тікелей әсер ететін фактор бұл астың адалдығы. Аузымыздан өтіп асқазанымызға барған астың әрбір түйірінің адалдан болуы бұл әрбір мұсылман үшін ең қажетті дүние. Неге десеңіз, дұғаның қабыл болуына тікелей әсер ететін фактордың бірі бұл адал ас.
Енді халал мен харам деп жаңа ұғымды кеңінен айтып жатқаным ғой. Бұл жерде харам деген өте аз, халал өте көп. Біз мүмкіндігінше халалға қарай жақындауымыз керек. Рахмет. Енді жалпы Алла тағала Құранда әрбір нәрсені адал десе бізге пайда бар, арам десе зиян бар деп жатамыз ғой. Бекер айтылған жоқ. Иә, бекер айтылған жоқ, одан бекер тыйылған жоқ, болмаса бекер оған рұқсат етілген. Әр нәрсенің хикметі бар. Иә. Сол енді әрбір адал астың, болмаса адал дүниенің, болмаса харам дүниенің, харам астың біздің тәнімізге, сосын қоғамдағы бір-біріміздің қарым-қатынасымызға, жаңа енді сіз бастап кеттіңіз, дұғамыздың, құлшылығымыздың қабыл болуына деген секілді. Соның нақты қандай бір залал зияндары бар, пайдасы бар болмаса? Енді мынандай ғой, адам біздің күнделікті ішіп жеуіміз бұл біздің тұрмыс тіршілігімізге үлкен әсер ететін дүние. Біз не ішіп жейтін болсақ, біз соған ұқсаймыз. Мысалы, Құдай сақтасын, енді Алланың жаңағы қасиетті Құран кәрімде тыйым салынған доңыз бар. Доңызды жейтін адамның тірлігі доңыздың тірлігі болады. Сол сияқты адал асты ішіп жейтін болсақ, бала-шағамыздың аузынан адал ас өткізетін болсақ, бала-шағамызды адалынан тәрбиелейтін болсақ, адал сүтемген келін бұйырсын деп аналарымыздың дұғасы бар ғой. Сол сияқты адал ас ішкен адамның тіршілігі де, ол адамның жүріс-тұрысы да адалынан болады екен. Бір күні мынандай бір оқиға бар. Бір ғалым ұстазымыз айтады екен, мен адамдардың түр-тұлғасына қарап, жүріс-тұрысына қарап, оның немен қоректенетіндігін, яғни адалмен ба немесе арамнан ішіп жейтіндігін білуге болады деп айтады екен. Ажырата аламын. Сөйтсе, шәкірттер сұрайды, я ұстаз, бұл қалай адамдардың тіршілігіне, қарым-қатынасына қарап, оның адал арам жегенін қалай ажыратамыз дегенде, егер адам адалынан ішіп жейтін болса, егер адам жаңағы ешкімнің ала-жібін аттамаған болса, егер адам жаңағы харам аспен қоректенбейтін болса, ол адамның қоғаммен қарым-қатынасы, жүріс-тұрысы, сөйлеуі, адамдармен араласуы, бұлардың барлығы дұрыс бағытта болады. Бұлардың барлығы ешкімді ренжітпейді, ешкімнің ала-жібін аттамайды, ешкімнің ақысын жемейді. Міне бұл адал астың әсерінен. Енді кімде-кім жаңағы харам астан тұтынатын болса, немесе жаңағы шариғатымыздың шарты бойынша тыйым салынған заттарды ешқандай елемей жүре беретін болса, ол адам біліңдер, ондай адамдар біреудің ала-жібін оп-оңай аттай салады, немесе жаңағы біреудің затын оп-оңай ұрлай салады, ішіп жегеніне ешқандай мән бермейді. Бұл адам жаңағы харам мен халалды ажыратпайтын адам деп айтқан екен. Ғалымдарымыздан мынандай да бір дүние келеді. Сені Алланың алдында аршыға дейін жетелейтін үлкен амал бар дейді. Бұл амал Алладан шынайы тақуалықпен қорқа отырып, харамнан бір ретте болса да сақтануың, Алланың алдында сені 1000 ракағат намаз оқудан да артығырақ аршыға жетелейтін амал дейді. Көрдіңіз бе? Біздің жаңағы мынау бір рет жей салайыншы, немесе жаңағы бір рет жесем ештеңке болмас, құдіретті Құдай кешіреді ғой деп. Құдіретті Құдай кешіреді. Кімді кешіреді, кімді кешірмейді, ол Алланың өз құзырындағы дүние. Бірақ біз Алланың жаратқан пендесі ретінде бізге жаңағы шариғатымыз келіп үйреткені, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйреткенінің негізінде біз харамнан мүмкіндігінше қашуымыз керек, тыйылуымыз керек. Өйткені қасиетті Құран кәрімде Алла тағала айтты, о адамдар, жер бетіндегі адал әрі таза нәрседен ішіп жеңдер деді. О адамдар, жер бетіндегі адал әрі таза нәрседен ішіп жеңдер деді. Екі дүние сардары сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Сендерге адал белгілі, арам белгілі. Бұл екеуінің ортасында сендер білмейтін күмәнді нәрселер бар. Мұсылман баласы күмәнді нәрсенің өзінен бойын аулақ ұстау керек. Харамнан қаншалықты қашқаны сияқты адалдан тұтыну керек, сол харамнан қашқаны сияқты күмәнді нәрседен де бойын аулақ ұстау керек деді. Осы жерден белгілі болады, біз жаңағы харамды тұтынбақ түгіл, харамды қолданбақ түгіл, харамнан айналып қашып өтуіміз керек. Және күмәнді нәрсенің өзінен де бойымызды мүмкіндігінше аулақ ұстауымыз керек. Күмәнді нәрсе дегеніміз, ол мүмкін адал болуы да мүмкін, мүмкін арам болуы да мүмкін. Бұл нәрсені біз білмейтін болсақ, бұл нәрседен айналып қашуымыз керек екен. Рахмет, енді сөзіңіз аузыңызда, жалпы адам сақтанып жүруіміз керек деп жатамыз ғой. Бірақ кейбір азаматтарды байқаймыз,
ол нәрсенің адал емес екендігін, мысалы ол адал дүние болуы мүмкін, бірақ оны арам жолмен табу, басқа да мәселелермен алып келу, жаңа бала шағаға рызықтың соны арам жолмен жегізу деген секілді адамдар біле тұра сол нәрсені жасап жатады қоғамда, өкінішке орай. Ол харам дүниеге, адал емес асқа адамдар не үшін оған ашық, әлі оған саналы түрде барып жатады? Оның себебі неде деп ойлайсыз? Енді мынау жалпы қазақ айтады ғой, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді ғой. Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Бала шағамыздың, біз әрбіріміз ер азамат болғандықтан, тек қана өзіміз емес, үй отбасымыздың толықтай жауапкершілігі біздің мойнымызда болғандықтан, өзіміздің күнделікті ішіп жеуіміз былай тұрсын, бала шағамыздың күнделікті ішіп жеуі, тұтынуы, бала шағамыздың барлық жауапкершілік біздің мойнымызда болғандықтан, үйге алып келетін асымызға дейін толық біз бақылауда ұстауымыз керек. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, адал ас, бірақ келу жолдары арам болды. Келу жолдары дұрыс болмады. Келу жолдары біреудің ала жібін аттап кетті. Бұл нәрсе келу жолы таза емес болғандықтан, бұл нәрсені біз бала шағамызға беруден аулақ болуымыз керек. Құдай тағала ауызды бергеннен кейін оның тамағын да тауып береді. Біз кішкене сабыр жасауымыз керек, сабыр етуіміз керек, және де мүмкіндігінше осы адал нәрсені адал жолмен табуға, адал нәрсені адал жолмен ішіп жеуге мүмкіндігінше баса назар аударуымыз керек. Бұл тек қана өзімізге емес, бұл үй отбасымызға дейін біз осыны баса назар аударуымыз керек. Енді бұдан неге адамдар айналып қаша алмай жатады? Неге? Енді кейбір адамдар мен мәжбүр болдым дейді, басқа дейді, бірақ бәрібір біз Құдайдан қорқуымыз керек. Құдайдан қорқу деген ұғым осы жерде керек. Ал енді жалпы адал ас харам жолмен келсе не болмақ? Адал ас харам жолмен келсе, оны енді жаңағы шариғатымыздың шарты, мынау ғалымдарымыздың бізге жөн сілтегеніне қарайтын болсақ, оның жауапкершілігі, соны кім келтірді, осыған сұрағы осы адамның мойнына жүктеледі. Енді жеген адам білмей жейтін болса, ол сұрақтан аулақ болады. Бірақ білетін болса, бұл нәрсе одан да сұралады. Енді осы жерде мына бір оқиғаны айтайыншы. Екі дүние сардары сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның ең жақын досы, сахабасы, әділетті төрт шадиярдың, әділетті төрт халифаның алғашқысы Хазіреті Абу Бәкірдің мынандай бір оқиғасы бар. Бір күні алдына келген асты жапа тармағай жаңағы қомағайланып жей бастайды. Астың жартысын жеп қояды. Сөйтеді да ойланып кетіп, мына қу аштығай, келген астың қайдан келгенін сұрамай жеп жіберіппін ғой дейді да, қызметшісінен сұрайды. Әй пәленше, түгенше, біздің үйде мынандай ас жоқ еді ғой, бұны қайдан алдың дейді. Сол кезде ол кісі айтады, мен жахилеттен, яғни надандық дәуірінің кезінде балашумен, сәуегейлікпен, көріпкелдікпен айналысатын едім. Сол кезде маған бір танысым қарыз болған еді. Осы қарызды бүгін алып кеп берді, сол ақшаға мен осы асты сатып алдым дегенде, Хазіреті Абу Бәкірдің жәннатпен тірі күнінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүйіншілеген 10 адам, жәннатпен сүйіншіленген 10 адамның бірі Хазіреті Абу Бәкірдің түрі сұрланып кетті дейді. Орнынан жүгіріп шығып, үйден шығып, мына екі саусағын емес, оң қолын аузына түгел салды дейді. Түгел салып, жаңағы ішкен жеген құсқан кезде, анау кісі, кешіріңіздер, ана кісі айтады, тіпті асқазанын құсып тастайды екен деп қорықтым дейді. Содан сұрапты, я мұсылмандардың әміршісі, сізге не болды сонша? Неге осындай әбігерге түстіңіз? Неге түріңіз сұрланып қорқынышты болып кеттіңіз деген кезде, мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан естігем дейді, кімде-кімнің асқазанын арам ас түсетін болса, ол тек қана тозақпен тазаланады дегенді естігем дейді. Яғни арамнан қаншалықты қашу керек екендігі, қаншалықты күмәнді нәрседен бойын аулақ ұстау керек екендігі бізге бұл бір ғибратты оқиға. Хазіреті Абу Ханифаның да уақытында мынандай бір оқиға болған. Қазіргі мынау Шам өлкесі деп айтамыз, Бағдат қаласында өмір сүрген. Сол кезде бір кісінің қойы ұрланды дегенді естиді. Табылмайды.
содан сұрайды, қой қанша жыл өмір сүреді? Бір қой. Орта есеппен 6-7 жыл. 6-7 жыл қой етін жеуден бас тартты дегенде нелер бар? Риуаяттар бар. Қараңыз. Не үшін? Жаңағы ұрлықы қой мүмкін менің аузыма кіріп кетеді. Мүмкін сол еттен мен ауыз тием деген нәрсемен Алладан қорқа отырып, шынайы тақуалықпен қой етін жеуден бас тартады. Көрдіңіз бе? Бұл тақуалық. Бұл Құдайдан шынайы қорқу. Бұл адал астан тұтынайын, арам астан мүмкіндігінше бойымды аулақ ұстау керек деген дүние ғой. Енді Айбек аға, біз мынау қоғамдағы әлеуметтік желілерде енді қазір әлеуметтік желісіз өмірді елестету мүмкін болмай қалды ғой. Осыдан бірнеше жыл бұрын десек те болатын шығар. Халал су деген ұғым пайда болды. Оны кейбір кәсіпкерлер не дейді, халал деген аттың затын пайдаланды ма білмейміз, әйтеуір ішілетін таза ауыз суға халал су деген жазумен көпшіліктің кейбіреуі ашуын туғызды, кейбіреулер оны қолдады. Судың да тазасы бар, таза емесі бар, несі бар деген секілді. Осы мәселеге қатысты мәселені айта өтейікші, бұл мүмкін артық сілтеу емес па? Адалдық деген ұғымды. Жалпы Алла тағаланың жаратқан 18 мың ғалам, бәрімізді Алла жаратты. Алланың жаратылыстарының ішіндегі су бұл өзінен өзі адал дүние. Су өзінен өзі адал дүние. Және су көп нәрсені адалдайтын дүние, жуып шаятын, тазалайтын дүние. Халал дегеніміз бұл Алла бекіткен бренд. Халал дегеніміз бұл Алла бекіткен бренд. Бітті. Бұған талас жоқ. Енді осыны өзінің маркетинг ретінде, өзінің жаңағы сауда саттығын, бизнесін дамыту, кәсібін дөңгелету мақсатында кейбір, мен енді өкінішке орай деп айтайын, аузым бармайды, бірақ ашкөз кәсіпкерлердің тірлігі деп айтуға да болады бұл нәрсені. Сол жаңағы халал логотипті немесе халал деген сөзді өзінің жаңағы өндірген өнімінің сыртында қаптамаға жазып қойып халал деп су сатқанды адамдар болды. Бірақ біз КМДБ халал сертификатын ешқашан су немесе су өнімдеріне берген емеспіз, бермейміз де. Бұл енді бір жекеменшік жаңағы халал сертификатын берумен, тіпті сатумен айналысатын деп айтсақ та болады. Сондай жерлердің жасаған шаруасы еді. Ал енді мына олардың да айтар уәжі бар. Жаңағы тек қана ол бұлақтан келіп жатқан су емес, ол жаңағы артизан, жаңағы неше түрлі химиялық жолдармен алынатын судар, сол суларды өндіру кезіндегі жаңағы аппараттар бар. Сол аппараттардың резинасында жаңағы шошқаның осындай пайдаланады деген нәрселерді алға тартады. Бірақ бұл дәл қазіргі уақытта біздің қоғам қабылдай алмайтын дүние. Бұл дәл қазіргі уақытта біздің қоғам қабылдай алмайтын дүние болғандықтан бұл нәрседен біздің аулақ болғанымыз дұрыс. Су жалпы табиғатында адал нәрсе, керек болса көп нәрсені адалдайтын, тазалайтын, тазалаушы құрал ретінде бұл қалыптасқан. Рахмет. Жалпы жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, біздің қоғамда халал сертификатын беретін ұйымдар, жекеменшік компаниялар десек те болатын шығар. Кәсіпкерлер де жоқ емес, қазір сөздің ашығы. Өзімізде мына дүкенге кірген кезде алынатын заттарымыздың кейбір мәселелеріне сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының халал эмблемасын, белгісін іздеуге тырысамыз. Бұл сіздің басшылық жасап отқан мекеменің жалпы қоғамдағы міндеті қандай? Және ол бүгінгі қоғамның жалпы толық сұранысына жауап беріп отыр ма? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы еліміздегі мұсылмандардың қара шаңырағы муфтият деп айтсақ болады. Бұл қара шаңырақта жалпы өзінің муфтияттың негізгі миссиялары бар. Муфтияттың миссиясының қатарында осы адал мен арамды ажыратып беру, адал мен арамды адалды насихаттау, арамнан ел мұсылмандарын сақтандыру, адалдықты көбінше насихаттау деген дүниелер бұл муфтияттың негізгі, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының негізгі міндеттерінің бірі болғандықтан 2014 жылдан бастап осы халал сертификаттау және стандарттау орталығын ашып, бүгінгі күнге дейін міне жұмыс жасап келе жатыр. Қазіргі күнде 50-ге жуық қызметкеріміз бар. Бұлардың барлығы жаңағы осы саланың мамандары, оның ішінде азық-түлік қауіпсіздігі мамандары, технологтар, химия, биология мамандары, медицина саласының мамандары, шариғат фәтуа бөлімінің мамандары қызмет жасайды.
Енді бұлардың барлығы қазіргі уақытта қоғамның сұранысын толық қамтамасыз етіп отыр ма деген сұрағыңызға келетін болсақ, қоғамның өзі талап ету керек. Кәсіпкерлер ол ілуде біреу деп айтуға болады, өте аз деп айтуға болады. Халал өндіріс ашсам екен, халалынан жаңағы жасасам екен деген кәсіпкерлер өте аз. Әрине ел болғаннан кейін болады, бар, шүкір. Бірақ кәсіпкердің өндірген өнімінен мынауыңыз адал ма, мынауыңыз халал сертификаты бар ма, мынауыңыз халал стандарттарға сәйкес па деп сұрау, бұл қоғамның міндеті, бұл тұтынушылардың міндеті. Осы отырған сіз бен бізде екеуміз де тұтынушымыз. Дүкенге барып бала шағамызға ас аламыз, немесе жаңа тағы бір жерден тағы бірдеңе сатып аламыз. Осы кезде осы нәрсе халал стандарттарға сәйкес пе, халал сертификаты бар ма, бұл адал ма деген сияқты сұрақты біз сұрауға міндеттіміз. Сұрасақ, сонда кәсіпорын ойланады. Сонда біз тұтынушылар жаңағы сұранысты қалыптастырамыз. Талап бар жерде күшейеді. Талап бар жерде күшейеді. Егер осы қоғам осындай, қоғам оянған енді қазір, шүкір, бірақ сонда да әлі күнге бұны насихаттауымыз керек. Біздің қазіргі негізгі миссияларымыздың бірі стандарттау, сертификаттау жасау, бірақ осы мысалы Түркістан облысына келген сапарымыздың негізгі бір мақсаты кәсіпкерлердің ортасында осыны насихаттау, мешіт жамағаттарына осыны айту, жалпы халыққа осы нәрсені көбірек жеткізу. Сұраныс туындайтын болса, ары қарай жұмыс жүреді. Ал енді жалпы сіздердің кәсіпорындарды жалпы жұмысын қадағалайсыздар, тексересіздер сұраныс болған жерде. Осы сіздердің берген сертификаттарыңыздың мерзімі бар ма, белгілі бір? Мысалы, ол сіздерден бүгін алды, адалдап алды, барлығы жақсы, керемет. Ертең сіздер кеткеннен кейін қайтадан басқа да дүниелерді қосып. Әрине, бізден халал сертификат алуға өтініш берген кәсіпорынмен ең алғаш жаңағы жұмыс бастамас бұрын екі жақты келісімшарт жасалады. Бұл келісімшарттың ішінде барлық нәрсе тайға таңба басқандай, соқырға таяқ ұстатқандай толық жазылады. Не істеуіміз? Біздің қызметтеріміз, біздің міндеттеріміз қандай? Халал сертификат алғысы келетін кәсіпорынның міндеттері қандай? Барлығы екі жақты келісімшарт түзіледі, қол қойылып, мөр басылғаннан кейін барып жұмыс басталады. Сол келісімшартқа сәйкес біздің міндетіміз барып ол жерде толық тексерістен өткізу. Ол жерде өндірілетін өнімге қатысты жаңағы шикізаттар қайдан келеді, ол шикізаттардың құрамы қандай, осылардың бәрін анықтаймыз. Одан кейін тиісті зертханалық қорытындылар жасалады, сынамалар алынады. Олардың барлығы лабораториялық заключениелері бәрі берілгеннен кейін шариғи мамандар бұның шариғат мәселесін қарайды. Осы нәрселердің барлығы орнына келгеннен кейін, бақылаушы мамандар бақылау жұмыстарын бітіргеннен кейін хаттамасы жасалады. Бұл мекемеге сертификат беруге бола ма, болмай ма? Ол хаттаманың негізінде сертификат шығады. Осы нәрселердің бәрі, бұл процестің бәрі, системный жұмыстардың бәрі біткеннен кейін сертификат табысталады кәсіпорынға. Ол сертификат 1 жыл мерзімге табысталады. Бұл 1 жыл мерзімнің ішінде біздің халалданудың мамандары, бақылаушы мамандар, аудиторлар, жаңағы шариғат мамандары, технологтар уақытымен ескертіп немесе ескертусіз кәсіпорынға кез келген уақытта, жаңағы біз барған кезде былай, одан кейін былай болмауы мүмкін ба деп жатсыз ғой. Кез келген уақытта тексеріске барамыз біз. Тексеріс барысында жаңағы ең алғашқы жасалған келісімшарттағыдай ма, немесе басқа өзгерістер болды ма, осы нәрселер қаралады. Өзгерістер болса, өзгерістерінің жаңағы өндірілген өнімге қосылатын шикізаттардың құрамы тексеріледі. Олар жаңағы лабораториялық қорытынды тағы да керек па, керек емес, осы нәрселер анықталады. Егер бұл нәрселердің бәрі өрескел қателіктер бұзылатын болса, кейде жаңағы ескерту беріп акт толтырамыз. Оған құлақ аспайтын болса, онда сертификатымызды қайтадан қайтарып аламыз. Келісімшартта көрсетілгендей, және келісімшартымыз көрсетілгендей сертификатты қайтарып алғаннан кейін әлеуметтік желідегі парақшаларымыз арқылы жалпы елді құлақтандырамыз. Қайтадан мына компания сертификаты алды деп қалай айтқан болсақ, дәл солай бұл мекемеден халал сертификатты қайтарып алдық. Ары қарай біздің халалданудың бақылауында емес. Осы нәрсені айтамыз. Ол дегеніміз, ол кәсіпорынның өнімі харам дегенді немесе тұтынбаңыздар деген нәрсені айтпаймыз. Ары қарай өзі білсін. Бірақ ол жерде бізді жауапкершілік әрбір кәсіпкермен және тұтынушының өз еркінде. Және біз ол жерде жоқ екенімізді, біздің бақылауымызда емес екендігін айтамыз.
Ал енді мынау мысалы сіздер айтып жатсыздар ғой, 1 жылға береміз деп жатсыздар. Мысалы ол 2023-тің қыркүйегінде алды, 24-тің қыркүйегінде ол кісі аяқталды. Ал енді ол 2024-тің қазанынан бастап өнім шығарып жатыр ғой. Соның сыртындағы мынау қағаздарына сіздердің белгілеріңізді пайдаланса не болады? Біз мысалы 2024-тің 1 қазанына дейін жарамды сертификат бердік, мысалы кеше бердік. 2024-тің қыркүйек айынан бастап ол кәсіпорынмен сертификат жаңалау туралы жұмыстар басталады. Арнайы мамандар бар, құжаттарын қайтадан қалпына келтіріп, сертификат жаңалау жұмыстары жүреді. Кәсіпорынның өз еркі, кейде біз жаңаламайтын болдық, немесе кәсіпорын жабылып жатыр, өнімдеріміз өндірілмейтін болды, немесе халал сертификат керек емес болды деген сияқты осындай сертификат жаңалайтын болса, ол бөлек жұмыстар жүреді, жаңаламайтын болса, ол мекемеге арнайы хат беріледі. Бұдан былай сіздің сертификатыңыздың мерзімі мына уақытта бітеді, одан ары қарай біздің таңбамыз, өйткені біздің таңба КМДБ халал таңбасы, бұл Әділет министрлігінде қорғалған арнайы патенті бар. Мына мерзімнен ары қарай өнімдеріңізге біздің жаңағы логотипімізді пайдалануға болмайды деген хат беріледі. Егер одан ары қарай пайдаланатын болса, құлақ аспаса, біз жаңағы құқық органдарына жүгінеміз, біздің логотипті алып тастауды талап етеміз. Оған жаңа болмаса сотқа береміз. Сотпен ол біз толықтай жеңеміз. Бірақ кәсіпорынға ең басында ескертіледі. Сіз бізбен жаңадан жұмыс бастадыңыз, сертификатты бүгін жаңадан алдыңыз. Сертификаттың мерзімі 1 жыл, міне қол қойып тұрсыз деген нәрсе жұмыстардың барлығы түсіндіріліп айтылады. Қаптамаңызды өндіріс барысында пайдаланатын өніміңізге қаптайтын қаптамаңызды осы 1 жылға есептеңіз. Ары қарай жалғастыратын болсаңыз, онда көбірек алыңыз. Жалғастырмайтын ниетіңіз болатын болса, онда қаптамаңызды сол 1 жылдың көлемінде жететіндей жасаңыз деген жұмыстардың барлығы түсіндірме жұмыстар жүреді. Мен бұны сұрап атқан себебім, енді исі мұсылман халқына жаңа өзіңіз айтып өттіңіз. Бұл Қазақстан мұсылмандар діни басқармамыз, арқасы үйдің қара шаңырағымыз. Сіздердің белгілеріңізді көрген кезде енді көңілдегі күмән кішкене сейіледі, сөздің ашығы толығымен сейіліп жатады кейбір мәселе. Адаластың анық белгісі деп жаңағы халық тарапынан айтылып жатыр, Сондықтан енді мынау жалпы бүгінгі сұрақтарымызды, сұхбаттарымызды мен қорытындылай кетейінші. Арамға баспаудың, адал асқа адамның ниеттенуінің жалпы жолы қандай? Арамға баспаудың, адалға ниеттенудің ең бірден бір жолы Құдайдан шынайы сұрау керек. Алла, мені арамнан алыстат, адалға баста. Мені арамас тұтынудан және менің бала-шағамды адалас тұтынуға өзің жағдай жаса. Осыны сенен сұраймын, арамға мені жақындатпа деген ең бірінші біз дұғамыз болу керек. Дұға мұсылманның қаруы, дұға мұсылманның көмекшісі, дұға мұсылманның қорғаны. Біз бірінші дұғамызды жасауымыз керек. Және соған сай тек қана дұға жасап отыру жеткіліксіз. Соған сай әрекет етуіміз керек. Соған сай амал жасауымыз керек. Соған сай өзіміз тіршілігімізді соған сай кешуіміз керек. Біз мынау жаңағы жоғарыда айтып өттік қой, енді мүмкін дегенше адалдан тұтынып, арамнан бойымызды аулақ ұстауымыз керек. Күмәнді нәрсенің өзін айналып өтуіміз керек. Осы кезде біздің жасаған іс-әрекеттеріміз де адалынан болады, тұтынған заттарымыз да адалынан болмақ. Енді өзіңізге бір қорытынды сұрақ болсын. Қазір әлеуметтік желінің дамыған заманы ғой. TikTok'та ашсақ та, Instagram'да ашсақ та, үлкен компаниялардың өнімдерін, мынаның құрамында осындай харам дүние бар екен, мынаны балаларға тұтынуға болмайды деп, ол жерде мысалы КМДБ ескертеді деген сөз жоқ. Барады супермаркеттерге, дүкендерге кіреді, мынаны тарс-тарс түсіреді, сыртындағы жазулар құрамын көреді дағыны, өздерінше пәтуа беріп жатады да. Осындай бір қандай бір адам баласына лайфхак дейміз ғой, лайфхактарыңыз бар айтатын. Өздерін блогер санайтын адамдар деп айтуға болады. Енді ол блогер деп айтуға келе ме, келмей ме білмеймін. Қолында олардың қандай дипломы бар, қандай мамандық иесі екенін де білмейміз. Бірақ бір білетінім, жаңағы осы халал тақырыбында қаламда тербемейді. Қалам дегенді ұмытып қалсам қай заман? Бірақ қолында бір телефоны бар, бір смартфоны бар. Сонымен баратта дүкен сөрелеріне шауып барып, жаңағы мынаны түсіріп, хайп жасап, мынау пайдалануға болады екен, мынау адал екен, мынау харам екен деп жаңағы пәтуа береді. Пәтуа берудің жауапкершілігі бұл өте үлкен.
Пәтуа беру дегеніміз Алланың және пайғамбардың атынан сөйлеу, шариғат айту деген сөз. Пәтуа дегеннің бұл жауапкершілігі өте үлкен. Пәтуа беру оңай емес. Тіпті Абу Ханифаның өзі пәтуа беруден қашқан екен. Ұстазы тірі кезінде ешқандай пәтуа бермеген. Сол сияқты бұл пәтуа беруден аулақ болуымыз керек. Біз өткен жыл осы жаңағы мынау адал, мынау арам деп көбіне айта беретін жаңағы телефоны бар қыз жігіттерді жинадық, діни басқармаға жинап, оларға жаңағы пәтуа берудің ерекшеліктері, пәтуа берудің жауапкершілігі туралы лекция өттік. Мынау халал стандарттар туралы түсіндірдік. Біздің жұмыстарымыздың қалай жүретіндігін түсіндірдік. Бір мекемеге, бір кәсіпорынға халал сертификат беру үшін қаншама уақыт жұмыс істейміз. 6 айлап, 1 жылдап жұмыс істейміз. Тіпті соның нәтижесінде сертификат берілмей қалатын да жерлер бар. Сертификат ала алмайтын кәсіпорындар бар. Алатын да кәсіпорындар бар. Осындай жұмыстарды біз жасап, оны тексеріп, ары қарай онымен қайта-қайта қадағалау жұмыстарын жүргіземіз, бірақ олар телефонын көтеріп жүгіріп барады да дүкен сөрелерінен көріп айтады, бұлай өте оңай болатын болса, біз не істеп отырмыз онда? Бәлен адамға айлық беріп, бәлен адамның уақытын жұмсап, кәсіпорындар тексеруге сапарға шығарып, біз не істеп отырмыз? Тек қана Астанада отырып алып, дүкенге келген дүкен сөрелеріндегі мынау адал екен, мынау арам екен деп отыра берсек болады ғой. Бірақ мәселе онда емес. Кәсіпорынға, производствоға, өндіріс орнына барып көру керек. Ол жердегі өндіріс қалай болып жатыр, осыны көру керек. Шикізаттардың барлығын лабораториядан өткізу керек. Осындай үлкен-үлкен жұмыстар жасалады. Ал енді жаңағы дүние бұл менің ойымша бір жаңағы өзінің әлеуметтік желідегі парақшасын дамытып алу, соның жазылым санын көбейтіп алу, подписчиктерін санын арттырып алу деген нәрселерге. Енді кейбірінің ниетін, енді әр адамның ниетін өзі біледі, және Құдай біледі ғой. Ниеттер қандай екен білмейміз, бірақ біз түсіндіріп осы нәрселерді айттық. Бұл нәрсеге абай болу керек екенін айттық. Бұл нәрсенің артында, мысалы, сіз бір ірі кәсіпкерсіз, ірі кәсіпорын иесісіз. Сіздің өніміңізді біреу барады да, мынау адал екен, мынау арам екен деп жатса, сіз шара қолданасыз ғой. Сол сияқты біз барып, бізге сұрақтар келеді. Сендер неге айтпайсыңдар, анау адал ма, арам ба? Біз білмейміз, білмейтін нәрсені айта алмаймыз. Ол бізге сертификат алуға өтініш берген жоқ. Барып тексеріп көрген жоқ біз. Тексеріп көрмеген дүниемізді мынау адал, мынау арам деп айта алмаймыз. Олай айтуға болмайды. Біреудің кәсібі ол. Ертең барып мынау арам екен десек, кәсіпорын бізді сотқа береді. Біз зайырлы мемлекетте, біз заңмен өмір сүретін мемлекетпіз. Осы жерде бір сұрақ туындап отыр, Айбек аға, кешірім сұрайын. Мысалы, сізге кәсіпорыннан ұсыныс түсті. Сіздер барып тексердіңіздер. Сөйтіп, оның қорытындысында ол кәсіпорынның жасап жатқан өнімдері адал емес екен. Сіздер оған сертификат бермедіңіздер. Сосын оны әлеуметтік желіге жарияладыңыз. Мысалы, пәлен деген компанияны біз осындай берген жоқпыз, бере алмаймыз, өйткені жұмысы, өнімі дұрыс емес деген секілді. Сондай жағдайлар болды ма жалпы? Олар сотқа беріп, сіздер неге сіздер жариялайсыздар? Бізден сертификат ала алмайтындай жағдай болса, біз жауып қоя саламыз. Ол мынандай компания сертификат бізден алуға өтініш беріп еді, біз тексеріп едік, оны сертификат бермейтін болдық, себебі мынандай деп айтпаймыз. Өйткені сертификат ала алмады, болды. Ары қарай ішкі мәселесіне кірмейміз. Сертификат ала алмады. Сертификат ала алмады деген сөз, ол да харам деген сөз емес. Сертификат ала алмаудың неше түрлі себептер бар. Ол нәрсені айта алмаймыз. Сертификат алған дүниені алды деп айтамыз. Қайтарып алсақ, қайтарып алдық деп айтамыз. Не үшін қайтарып алғанымызды айтамыз. Бірақ жаңағы блогер сымақ бауырларымызға айтатынымыз, ол нәрседен абай болу керек. Бұл нәрсе олардың бастарына түсіп таяқ жеп көрген жоқ шығар деп ойлаймын. Таяқ жемей та қойсын. Егер бір кәсіпорынның, үлкен ірі кәсіпорынның сондай өніміне кедергі келтіретін болса, ол компанияның репутациясына зиян келетін болса, ол адамды лезде тауып алады, әп-сәтте тауып алады ол адамды. Сөйтеді де айтады: көке, сіз заңмен жауап беріңіз, айтқан сөзіңіз жауап беріңіз. Қалай дәлелдедіңіз харам екенін? Қалай дәлелдедіңіз мынандай екендігін? Бұл нәрселерді түсіндіріп айттық. Бұл нәрседе заң бар, бұл нәрседе шариғат бар, бұл нәрседе үлкен жауапкершілік, пәтуа бар. Осы нәрселерге абай болыңыздар деп айттық. Сіздерге тек қана тыйым сала беру мәселені шешпейді. Ол кісілерді біз бағыттадық. Міне біз халал дегенімізді, біз сертификат берген дүниелерімізді елге көбірек айтыңыздар. Бізге көмекші болыңыздар. Біздің жасаған жұмыстарымызды елге көбірек насихаттаңыздар. Танытыңыздар. Танытыңыздар.
болмайтын нәрсені емес, болатын нәрсені көбірек айтайық біз. Жақсы нәрсені дейсіз. Жақсыны, позитивті көбірек айтайық. Сонда елге пайдаңыз тиеді. Болмаса анау арам деп отыра берсеңіз, енді ол әлеуметтік желіде сөздің жасыратыны жоқ. Подписчигі көп адамдар жариялайтын болса, көп адам оны дұрыс деп қабылдайды. Оны өткен жазылушылары оны сөзсіз, құлақсыз, көзсіз сенеді оған. Ол адамдарға біз айттық, сіздер жақсы нәрсені көбірек айтыңыздар. Жаман нәрсені адам өзі жаман нәрсе екенін біледі. Жақсы нәрсені көп айтыңыздар, болды. Иә. Рахмет Айбек аға. Жалпы адал мен арам мәселесін ажыратуда жаңа айттық қой, қоғамда қазір күн сайын ол қоғамдық тамақтану орындарында болсын, бала шағамызға тәтті алған кезде де, өзіміз бір жерден ас ішкен кезде де барлық нәрсеге қадағалап жүретін болғанбыз. Сондықтан ол нәрсенің қоғамда үлкен сұранысы бар. Сіздердің де мойындарыңызда үлкен жауапкершілік жүктелген, ол бұл дүниемен ол ненің жауапкершілігін арқалап жүрсіздер ғой енді. Жалпы рахмет. Алла абырой берсін бәрімізге. Қорытындылап мынаны айта кетейін. Жалпы КМДБ халал сертификатын алған қазір 1000-ға жуық кәсіпорын бар еліміз бойынша. Олардың ішінде бір 20-ға жуық кәсіпорын шетелдерде, мынау Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей, Украина, Тәжікстан. Бізге экспортталады. Бізге экспортталады және басқа әлемнің мұсылман елдерге экспортталады. Неге десеңіз, біз 2018-2023 жылдары екі мәрте мынау Малайзиядағы халал саласында, халал индустриясында дамыған мемлекеттер, Индонезия, Малайзия, Түркия, араб мемлекеттері ғой. Малайзиядан Джаким аккредиттеу орталығынан аккредитациялағанбыз. Соған байланысты біздің сертификатымызбен өндірілген өнімді әлемнің 43 мемлекеті мойындайды. Жаңа 1000 кәсіпорын деп айтып отырмыз ғой. Бұлардың жартысына жуығы қоғамдық тамақтандыру орындары, общепит деп айтамыз ғой. Қалғандары ірі кәсіпорындар, майда кәсіпорындар деген сияқты. Солардың қатарында жаңа шетелдерде 20-ға жуық кәсіпорын бар, ірі кәсіпорындар. Бұлар біздің елімізге және де басқа да мұсылман мемлекеттеріне өз өнімдерін экспортқа шығарушы кәсіпорындар. Осындай жұмыстар қазір жасалып жатыр. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының халал даму орталығы бекіткен 6 стандарт бар. Бұл 6 стандарт әлемдік стандарттарға негізделе отырып жасалған. Ұлттық стандарттау орталығы, Қазстандарт мекемесінің ұлттық аккредиттеу орталығымен біз үнемі тығыз байланыстамыз мемлекеттік мекемелермен. Жұмыстар осылай жалғасып жатыр. Алла бәрімізге абырой берсін. Сұхбатқа шақырып, білетініміз 19, білмейтініміз 99-ды айтқызуға себеп болғандарыңызға мыңдап рахмет. Рахмет Айбек аға. Сіздерге үлкен рахметімізді айтамыз. Себебі сіздердің енді жұмыс барыстарыңызды біз көрдік. Бірнеше кәсіпорындарды аралап, технологтарыңыз жұмыс жасап жатыр. Өзіңіз де имамдарға, мына қоғамдағы азаматтармен семинарлар өткізіп жатсыз. Жалпы Түркістан облысы мынау дін істері басқармасы атынан мен де өзімнің алғысымды білдіріп, біздің сұхбат бергеніңізге. Алдағы уақыттарда біздің мынау сұхбатымыз елге, қоғамға, әлеуметтік желінің тұтынушыларына пайдалы болады деген сенімдеміз. Жұмыстарыңызға сәттілік. Сұхбатымыз қоғам үшін пайдалы болсын. Көріскенше аман, сау болайық ағайын.